Қайырлы күн, эфирде Emunnews. Бүгінгі жаңалықтар топтамасымен бөлісетін мен Таңсұлу Бақтыбек қызы. Алдымен университетіміздің басты жаңалықтарына аңдатпа. Энатус Марғұлан командасы Энатус Қазақстан National Expo 2024 жарыстарында 3-ші орын иеленді. Республикалық қазақ тілі олимпиадасының жеңімпаздары анықталды. Ғибрат шығармашылық бірлестігінің Тастамаш анашым қойылымы сахналанды. 25-26 сәуір аралығында Астана қаласында өткен Энатус Қазақстан National Expo 2024 жарыстарының Early Stage лигасында Марғұлан университетінің Энатус Марғұлан командасы қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болды. Жалпы шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген саны 50-ден астам командалар қатысқан болатын. Толығырақ арнайы репортажда. Қайырлы күн, біз бүгін Энатус Марғұлан командасының жиынындамыз. Энатус Марғұлан командасы Энатус Қазақстан National Expo 2024 кубогының Early Stage лигасында 3-ші орын иеленді. Сіз үшін Энатус дегеніңіз не? Энатус — это некоммерческая организация, которая помогает объединить студентов, лидеров и предпринимателей со всего мира. Также Энатус решает международные проблемы, такие как цели ООН, также давая возможность работы для других людей, также бенефициаров. Халықаралық жарыстар команда үшін ең алдымен командалық жұмыстың қандай екенін білдіреді. Екіншіден ол коммуникация, себебі осы жарыстарда біз көптеген Қазақстанның түкпір-түкпіріне келген командалармен танысамыз, кездесеміз, сұрақ-жауап алмасамыз. 2 мамыр күні Қуат Абусейітов атындағы мәдени сауықтыру орталығында Ғибрат шығармашылық бірлестігінің жас буындарының алғашқы қойылымы Тастамаша анашым премьерасы өтті. Толығырақ арнайы репортажда. Қайырлы күн, байланысты Emunnews. Бүгін Ғибрат шығармашылық бірлестігінің жас буын өкілдерінің сомдауымен Тастамаша анашым атты қойылымына келіп отырмыз. Ендеше осы қойылымның жарыққа шығуына үлес қосқан жандардан кішігірім сұхбат алайық. Тастамаша анашым қойылымның сахналанып жатқан мақсаты қандай? Тастамаша анашым ол жетім балалардың қилы тағдырын сипаттайтын шығарма болғандықтан, қазіргі келетін көрермендерге ол бала болса ата-анасының, ата-ана болса баласының қадірін білетіндей, сол деңгейге жеткізетіндей бір спектакль болғалы тұр. Осы бір құндылықты, отбасылық құндылықты дәріптеу, суреттеу үшін спектакльді қойып жатырмыз. Академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде қазақ тілінің практикалық курстық кафедрасының ұйымдастыруымен өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілі пән олимпиадасы өтті. Толығырақ арнайы репортажда. Марғұлан студенттері олимпиада жүлдегерлері атанды. Академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің қазақ тілі кафедрасы республикалық олимпиада ұйымдастырды. Сайыс 2024 жылдың 25-26 сәуірінде Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орны бойынша өзге ұлт өкілдері студенттері арасында жүргізілді. Олимпиадаға оқу орнымыздан іріктелген құрамы 3 студенттен тұратын топ қатысып, бірінші орынды иеленді. Олимпиада жетекшісі қазақ тілі кафедрасының оқытушысы Нағима Қабдрашитқызы Ақтаева. Олимпиада өте жоғарғы деңгейде өтті. Бізден басқа 12 топ қатысты. Біздің топ мұғалімнің арқасында және өзіміздің команданың ауызбіршілігінің арқасында бірінші орын алып топ жарып шықтық. Дана Болатқызы арнайы Emunnews үшін. Алматы қаласында Дүниежүзілік банктың жобасы шеңберінде ADOS2 және ABA әдістемесі бойынша оқытудың 2-ші модулі өтіп жатыр. Бұл аптаны осылай қорытындыладық. Сіздермен бөлісетін жағымды жаңалықтарымыз көп болғай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.